Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Жер бетіндегі алғашқы мешіттің бірі болып есептелген пайғамбарымыз Меккеден Мәдинаға көшкеннен кейін біріншілерден болып Навави мешітін құрдырғаннан кейін қазіргі заманымызға дейін сансыз мешіттер салынған. Мешіт араптың әл-мәсжид сөзінен шығып, басы жерге, сәждеге қоятын орын дегенді білдіреді. Яғни Аллаға құлшылық жасау орны, сәжде мұсылман үшін Алланың алдындағы ең жоғарғы орын болып саналады. Мешіттер мәдениеттің ошағы, еліміздің бесігі, кедей-кембағалдың, жетім-жесірдің бас қалқалаушы жері және момындардың бір туарлық сезімін туғызушы бұлағы болып келген жер. Мешіттер жаратушының үйі, жүректерге тыныштық тартушы жер болып есептеледі. iKing арнасы назарларыңызға Азияның ең әдемі мешіттері тізімін ұсынады. Жами Аср Хасан Балкия мешіті. Мешіт қазіргі монарх билігінің 25 жылдығына орай тұрғызылған. Мұндағы ерекшелік 29 алтын күмбезі және мешіттің тақ іспеттес мұнаралары. Умар Али Сайфуддин Султан мешіті. Корольдік мешіт Бруней сұлтанатының астанасы Бандар Сери Бегавани қаласында орналасқан. 8-ші орында өзіміздің Әзірет Сұлтан мешіті Астана қаласында орналасқан. Бұл мешіт Орта Азиядағы түркмендердің Түркменбашы рухы мешітінен кейінгі орында. Мешіт ғимараты классикалық ислам үлгісімен қазақ халқының ұлттық нақышымен үйлестіре салынған. Есілдің сол жағалауында орналасқан бұл мешітте 10 мыңға жуық адам бір мезгілде құлшылық ете алады. Мөлдір мешіті Малайзияның Тренгану сұлтанатындағы Куала Тренгану қаласында орналасқан. Ислам мұралары бағында бой көтерген, сыйымдылығы 1500 адам. Ғимарат темір бетоннан тұрғызылып, айна іспеттес әйнектермен көмкерілген. Мешіт 7 түске өзгерумен ерекшеленіп тұрады. Фейсал мешіті Исламабадағы ұлттық мешіт. Мешіт ислам әлеміне өзінің көлемімен танымал. Пәкістан мешіті әлемдегі ең ірі құлшылық үйлерінің қатарына кіреді. 5000 шаршы метр аумақта бой көтерген. Мешітте бір мезетте 300 мың адам құлшылық ете алады. Хусейн Сұлтан мешіті Сингапурдегі ең ежелгі мешіттердің бірі, сондай-ақ елдегі ең танымал ғибадат үйі болып саналады. Ғимарат Хусейн Сұлтанның тұсына Джохар шахтың әмірімен 1824-1826 жылы тұрғызылған. Шах бұл мешітті өзінің сарайымен ұқсастырып салдырды. Сұлтан мешіті сол уақыттан бері өзінің қалпын бұзбастан сақталып келеді. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін 1963 жылы және 1993 жылы мешіттің залына ғана жөндеу жұмыстары жүргізілген. Салахаддин Әбділ Әзиз Сұлтан мешіті Малайзияның Селангар қаласында орналасқан мемлекеттік мешіт. Бұл елдегі ең үлкен және оңтүстік Азиядағы Индонезия Декан орталығындағы Истиклал мешітінен кейінгі ірі мешіт болып есептеледі. Ньюдзе мешіті Қытайдағы қоныс тепкен Пекин территориясындағы ең ірі ғимарат саналады. Мешіттің сыртқы пішіні ислам дәстүрімен қатар Қытай мәдениеті де салынған. Мешіттің іші толықтай мұсылман мәдениетімен қапсады. Мұнда көптеген бағаналар, декоративтік элементтер және Қытай архитектурасына тән қайқы шатырлар да бар. Имам Сарақси мешіті Қырғызстан астанасы Бишкекте орналасқан мешіт. Түркияның Анкара Қожатепе мешітінен негізделіп салынған. Мешітке 30 мың адам құлшылық ете алады. Түркия Қырғызстанға достық құрметпен салып берген мешіті. Түркменбашы рухы Түркменстандағы бас мешіт. Мешітті 2002-2004 жылы тұрғызылған. Ресми ашылуы 2004 жылдың 22 қазанында өтті. Жалпы көлемі 17672 шаршы метр. Ғибадат үйін тұрғызуға 100 миллион ақш доллар жұмсалған. Мешіттер іші сырты толған жамағатпен әдемі. Сол үшін Алланың үйіне барып, құлшылығымызды жасап, мешітіміздің әдемілігін арттыра түсу. Достар, мұсылман болсаңыздар видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, подписаться батырмасын басыңыз. Жаннан шыққан қоңырау жаны басуды ұмытпаңыз.